Өмір күрес. Онда қиындықтарды жеңу. Белестерді бағындыру үшін алдымен санаңдағы стереотиптерді жеңуің керек. Сен киіміңді, жұмысыңды өзгертуің мүмкін. Тіпті басқа қалаға көшіп кетуің де мүмкін. Бірақ егер сен санаңды өзгертпесең, қандай кәсіпке бейімсің, өмірге не үшін келдің деген сұрақтарға жауап таппасаң, онда сен бұрынғы қателіктеріңді тағы да қайталайсың. Себебі сенің ішкі дүниең сол қалпы. Біліп қой, арыстан азығына атылу үшін алдымен артқа қарай шегінеді. Жеңілістермен қатар жүреді. Неміс ғалымы доктор Хидей көп жылдық зерттеудің нәтижесінде бақыт бұл басқаруға болатын әрі қолжетімді құбылыс деген қорытындыға келген екен. Иә, қайғысыз қара суға семіреді. Кісінің бақытты болуы оның материалдық жағдайын емес, ой түйсігіне байланысты екен. Себебі адам қанша қазынаның үстінде отырса да, шүкірлігі жоқ болса, қиналады. Егер сен кедей болсаң, ойлашы. Неше жылдан бері қарызға батып жатқандар да бар. Егер сенде көлік жоқ болса, басқаларда тіпті аяқта жоқ. Егер сен аурудан күйзеліп жатсаң, неше жылдан бері төсек тартып жатқандар да бар. Егер сен бір балаңнан айырылсаң, біл, жол апатынан бүкіл жанұясын жоғалтқан жандар да бар. Стресс бұл сенің басыңа түскен жағдай емес. Ол түйсігіңдегі түйін деген екен ойшылдар. Өйткені сенен де ауыр ауыртпалықтар арқалаған адамдар бар. Олар бұл қиындықтан оңай өтті. Демек одан сен де өте аласың. Тек санаң сені алдап жатыр. Әр күнгі істеріңді аса маңызды әрі маңызды тәмен істер деп бөліп ал. Әрі күніңді аса маңызды істерден баста. Себебі таңғы уақыттың берекесі бар. Кәсібіңді жақсы көр, мақсатыңа жету үшін барыңды сал. Торғайдан қорыққан тарықпейді. Сен болашақта болып қалу мүмкін қиындықтарды ойлап, бұлыңғыр сағым үшін ісіңді тоқтатпа. Уайымдама. Ер мойнында қыл арқан шірімейді. Талқаның таусылмай, тағдыр тоқтамайды. Жағдайың түзеледі, қиындық сейіледі. Бір кісі, тамағымыз жоқ деген кезде, сенің үйіңде Алланың асырауынан тыс адам бар ма деп сұраған екен бір данышпан. Егер тіпті сенің үйіңде мысық пайда болса да, Алла сенің табысыңа оның ризығын қоса. Атақты миллиардер Стив Джобс өмірінің соңғы сәттерінде былай деген екен. Сен көлігіңді жүргізетін адамды, сен үшін табыса келетін адамды жалдап алу мүмкін. Бірақ сен ауруыңды мойнына алып, ауыратын адамды таба алмайсың. Сенің жаныңды дүние мүлік бақыт ете алмайды. $30 тұратын сағат пен $300 тұратын сағат екеуі бірдей уақыт көрсетеді. $30 тұратын әмиян мен $300 тұратын әмиянның ішіне бірдей ақша сияды екен. $150 мың тұратын көлікпен де, $30 мың тұратын көлікпен де баратын жеріңе бірдей жет аласың. 300 шаршы немесе 3000 шаршы метрлік үйдің ішінде жалғыз тұрсаң, жалғыздықтың азабы екеуіне де бірдей. Дүние мүлікті сатып алуыңа болады. Бір ғана нәрсе, жоғалған уақытыңды сатып ала алмайсың. Егер сенің денің сау, әрі қасыңда сені бағалайтын жарың болса, біліп қой, сен бақыттысың. Кім азанда еш жері ауырмай оянса, әрі сол күні жейтін ас ауқаты болса, ол адамға дүниенің бар жақсылығы берілгенмен бірдей делінген екен хадисте. Адам өмірінде ең маңызды,
екі күн бар. Біріншісі өмірге келген күнің. Ал екіншісі өмірге не үшін келгендігіңді түсінген күнің деген екен Марк Твен. Адам ауырса уайымға салына, бірақ уайымдауға тұрарлық ең ұлы нәрсе бұл иманың үшін уайымдау. Сондықтан иманыңа берік бол, садақа бер. Туыспен қарым-қатынасты үзбе. Қажылыққа бар, қартайған ата-анаңа қарайласың. Әр ісіңді Алланың шариғатымен өлшеп жаса. Себебі бұл асыл дініміздегі сенің жолыңды ашып, ризығыңды арттыратын арнайы амалдар. Кеш емес, өміріңді жаңадан баста. Құладың ба? Тұр, қиналдың ба? Өмірдің заңы сол екенін есің ал. Қателестің бе? Түзет, мінсіздік періштелердің еншісінде екенін есің ал. Күнә жасап қойдың ба? Тәубе ет, кешірім сұра. Алланың мейірімі кең, есігі ашық, жарылқауы мол. Құранға үңілсең, мақсатың айқындалады. Аллаға алақан жайдың ба? Тілегін қабыл. Арманыңа қадам жаса. Бүгіннен баста.